Round 1. Fight! Кезекті алдаулардың біріме деп сайлауды көргендердің жыны келеді. Өтірік дауыс жинап ел алдаған, өтірік сайлау болды түрі бөлек. Депутат болғандардың арасында халық сене қоятын бірі де жоқ. Осыдан соң су жаңа Қазақстан болат десе сенбейсің, шыны керек. Сайлау әлі ескіше өтіп жатса, Қазақстанның жаңарған түгі де жоқ. Агигагым, агигагым, ай. Ай, бұл жолы аз болды ғой бөгет көкем. Сенікі құр өсекке себеп бекен. Сайлауда кандидат көп, келгендер аз. Бәсеке мықты болды демек көкем. Партияның жетеуінің алта өтті. Енді әділет іздейсің не деп көкем? Жоқ әлде сен іздеген әділеттің шарттары біздікінен бөлек бекен. Сайлауға 7 партия қатысқанда 8 партия жеңуі керек бекен. Ай! Өзіңдей саясаттың дүмшелері түк түсінбей барлығын құр сөгеді. Ел сенетін депутат жоқ дейсің бе, не айтып тұрғаныңды білсең еді. Бар қазақты соңынан ертіп жүрген Назаров Ардақ деген тіл шебері. Ал енді сол мұқайып дәулетіңіз бар қазақ баспанаға кірсе деді. Айта берсең осындай мықтылар көп, өзісінің боп жүрген шын шебері. Енді өзің айтшы осындай жігіттерге, ел сенбейді дегенге кім сенеді бай? Әлі де бұл сайлауды тергеймін мен. Дәл мұндай нәтижеге көнбеймін мен. Бір-екі адамды айттың жарайды олар. Басқа дұрыс адамды көрмеймін мен. Сен өзің қалай өттің шыныңды айтшы, адам едің бірісі өнбей жүрген. Әлеуметтік желіде отырмайтын әпендіні білмеушем сендей мүлдем. Фейсбукта даусың шықпайды, халық саған дауыс берді дегенге сенбеймін мен. Агигагым, агигагым, ай. Ай, егер қолдау таппасаң байтақ елден, дұрыс қой ауыл жаққа қайта берген. Фейсбук ол халық емес, азған адам, көп болғанмен басылған лайк әуелден. Саған дауыс беруге бармаптылар, жақсы деп құр әңгіме айта берген. Диванда жатқандарға сеніп жүрген, сені де ақымақ деп айтарым мен. Және басыңды бір шығарсаңша, Фейсбук деген жалған фейк әлемнен. Ай! Парламент болғанменен қиялыңыз, нашарлау болған екен пиарыңыз. Өмірде тірі адамны менсінбейсің, дейсің де біз мықтымыз, зиялымыз. Аузыңа келгенді айтып тәкаппар боп, пайдадан көп тиеді зияныңыз. Халықпен бетпе-бет бір кездеспедің,
Енді әділет іздеуге ұялыңыз. Біз болсақ әр адамға жеке бардық. Сіз деске еңбек жағын жиі алыңыз. Лайық пен жүрекшеге алданғанша халықты шын жүректен сүйе алыңыз.